Құлпынайымды теріп біттім. Бітті дегеннің өзіне осындай шықты. 1 килоға қатыстар. Мына жерде 6 килодан жоғары бар. 8 килода шықпауы мүмкін, білмеймін. Енді қазір таразбен тартып көреміз. Бұл клиенттеріне кетеді, заказ беріп қойған. Ал мынау майда шүйде түйнектер. Бұл өзімізге жеуге. Жалпы жылжайма 1000 түп егілген. Бір жүйеге Орана деген итальянский сорт, сыртта және Альбион деген сорт бар. Бұларды сынап көріп отырмын. Ал мына сол кеңіттен корейский сорттан 3 жүйеге егілген. 700-дей көшет бар. Сол 3 жүйекте содан күнделікті осындай 8, 10, кейде 12, 15 килоға дейін шығып жатыр күнделікті тергенде. Жалпы қыс ауасына өсіруге өте қолайлы сорт. Өзінің тәттілігін жоғалтып алмайды қысты күні күн болмаса да. Және суыққа төзімді, және күннің көзі қысты күні көп бола бермейді ғой. Сол кезде өсіруге ең қолайлы сорттың бірі. Құдай қаласа, осы көшетті көбейтіп, осы сорттың көшетін көбейтіп өсіретін боламыз алдағы уақытта. Орана мен Альбион біздің жерге тура келмеді, өсуі нашарлау болды. Ал мынау корейский сорт өте мықты, жақсы өсті біздің жағы топырағымызға және суымызға. Құдай қаласа, тамыз айына қарай заказ қабылдаймын көшеттерге. Азын-аулақ тапсырыс берсеңіздер болады. Егер сіздер тұратын облыста күн салқын болса, жылыжайыңыз болса, жаз айында егіп өсіре берсеңіздер де болады. Бізде енді күн ыстық, оңтүстікте білесіздер, 45 градусқа дейін барады ыстық. Сол кезде бұл тек қана өседі, гүлін ашпайтын болады. Ал енді басқа салқын облыстар болса, жылыжайыңыз болса, өсірсеңіз жаз айында да жайлап гүлдеп өнім бере бастайды. Бірақ күн суыған сайын гүлін көбейтіп, өнімін көбейтетін болады. Мінекей товарный виді де, иісі де өте керемет. Көшет керек болса, жекеменшік хабарласыңыздар.